Байтақ далам дастансын айта алмаған, орман көлем кіндік қан тамған жерім өзіңе кеп басады, аңсаған арман демін. Мақтанамыз досқа да жатқаныз, отан жайлы шаттық жыр ақтарамыз. Жер
құрметті қонақтар және оқушылар қауымы. Бүгінгі баршамыз үлкен салтанатты шараға жиналып отырмыз. Оның себебі Қазақстанның қос батыры, қазақтың детектив жанрының негізін қалаушы, көркем сөздің шебері, түркі әлемінің детектив жанрының дарабозы Кемел Тоқаев және Ұлы Отан соғысы кезінде ірі қыстаққа ұлы жеңіс туын тіккен Қазақстанның халық қаһарманы Рақымжан Қошқарбаевқа осы мектеп гимназия ғимаратында арнайы бұрыш ашылып, кітаптың тұсаукесері өткізілмек. Дәл осы мектепте арнайы бұрыштың ашылуы бекер емес. Сол кездегі Фрунзе қаласындағы жаяу әскер училищесін 1942 жылы Кемел Тоқаев бітірсе, 1944 жылы Рақымжан Қошқарбаев оқыған. Осы мектеп қабырғасынан екі қос батырдың еңбектері мен ерліктерін танып, зеріктеп, болашақта ағалары сияқты елін, жерін сүйетін, отаны үшін маңдай терін төгіп, еңбек ететін жақсы азаматтар шығады деп сенеміз. Осы іс-шараның өтуіне мұрындық болып, қазақтың қос батырына арнайы бұрыш ашуды ұйымдастырған Бақтығали Сақымқожаұлына, Қырғызстанды қазақ елшісіне және Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Жақыпбеков Әлия Әлімжанқызына үлкен алғыс білдіреміз. Алғашқы сөз Қазақстанның Қырғызстандағы елшісінің орынбасары Сыздықов Асқат Рүстемұлына беріледі. Құрметті қонақтар, құрметті достар, бүгінгі осы өтіп жатқан шара өзіміздің ата-бабаларымызға соғысқа қатысқан соған арналған нәрсе. Руководству образования Бишкека, директору школы большое спасибо. Я думаю, сегодняшнее мероприятие при всей своей ответственности прежде всего освещается, наверное, дань памяти, но для того, чтобы знало наше молодое поколение, потому что это очень важно. Если не будет у нас этой памяти, у нас не будет будущего. Мы это должны помнить. Еще раз хочу поблагодарить организаторов. Бала кезімізде ол кісілермен кездесіп, өздері осындай залдарда болып отырған. Ал енді бүгінгі күні қарасақ, тек қана қазақ жерінде 147 Ұлы Отан соғысына берілген. Көбісі жол дүниесі болды. Сондықтан да біз бүгін өз басым осындай өмірге жеткізген, отанның жерін қорғаған ол аталарымыздың рухына, енен осы жастар білсінде, кейінгі ұрпақ білсінде осындай іс-шаралар өткізіп жүрміз. Өзі жоқ болса да, өздері жоқ болса да батырлар ол насихаттап жүрген жайымыз. Ал енді жаңа басында айтып өттік, осы шараға дайындық барысында біз тек қана Кемел ағамыз емес, мына Рақымжан Қошқарбаев емес, көптеген осы қырғыз жерінен соғысқа аттанған батырлар әлге де табылады. Күні 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталған кезде осында Томскіден көшірілген жаяу әскер училище Тамбов қаласының кешімізде, Тамбов қаласының көшірілген жаяу әскер училищесінде тек қана қазақ, қырғыз емес бауырлар, басқа да өкілдері. Осының бейнен ол біз қазіргі оқушылармен бәрін көзетіп жатырмыз. Болашақта әлемінде бүгінгі қос батыр Ұлы Отан соғысының қатысқандардың бәрі батырлар. Оларды біз өліп жатпаймыз. Рақымжан Қошқарбаев 44 жылы осы училищеде оқып, одан кейін соғысқа аттанып,
1945 жылы соғыс аяқталды деген кезде, сол соғыс аяқталды деп, анау Рейхстагқа ту тіккен батыр. Ол тек қана қазақтың ғана батыр емес, ол бүкіл одақтың батыры. Ал енді біз сол Рахымжан Қошқарбаев ағамыздың осы Қырғыз еліндегі осы училищеде оқығанына мақтан етеміз. Өйткені қырғыз, қазақ бір туған дейді. Екіншіден, Кемел ағамыз 1942 жылы осында училище бітіріп офицер шенінде соғысқа аттанды. Ол кісі бүгінгі күні мына түркі әлемінің детектив жанрының атасы, көркем сөздің шебері. Сондықтан да осы екі батырға біз осында ескерткіш ашуды ұйғарып, өздеріңізбен кездесіп, кейінгі ұрпақ осы аталарын, ағаларын, бабаларын білгізсін деп. Біз қазір өте үлкен жұмыс үстіндеміз. Құдай бұйыртса бұл жерде осы екі батырға, тек қана екі батырға емес, осында оқыған батырларға бір музей ашамыз ба деген ойымыз бар. Жоспар көп, бірақ ол жоспардың бәрі сіздермен бірге істейміз. Ал енді мен мына үлкен рахметімді осындағы Қазақстанның Қырғызстандағы елшілігіне, оның ішінде Азат бауырыма, мына мектептің 30-ші мектептің ұжымына үлкен рахметімді айтқым келеді. Мына Бішкек қаласының мэрийіне, Бішкек қаласының білім бөлімі департаментіне, оның директорына өзіммен бірге еріп келген. Міне қараңыздаршы, екі қос батырдың ортасында ұрпақтар отыр. Қандай керемет отыр. Осы кісілерге барлықтарыңызға рахмет. Келесі құттықтау сөз кезегі Бішкек қаласының білім департаментінің директоры Мусаева Рақат Ишембековнаға беріледі. Бүгін өсіп келе жатқан буындар үшін абдан тарбиялық маңызы кенен іс-шара болып жатат. Бүгінгі күндө бізге ушундай жарқын келечек тартуулаған, жарқын жашоону түзүп берген, ушундай бакубат турмуш түзүп берген биздин ата-бабаларыбыздын эмгегин унутууга эч кимибиздин акыбыз жок. Биз аларга дайыма таазим этип, алардын эмгегин айтып, даңктап келүүгө милдеттүүбүз. Билим берүү мекемелеринде, бардык мекемелерде мындай тарбиялык иш-чаралар өтүп келет, өткөрүлүп жатат, мындан ары дагы өткөрүлө бермекчи. Бүгүн мынакей 33-чү мектептин тарыхынын дагы бир барагы ачылып жатат. Бул жерде билбеген адамдарга ушул мектепти мектеп болуп ачылганга чейин кандай белгилүү инсандардын окуп кеткендиги, ушул мектептин босогосун аттагандыгы боюнча маалымат берилип жатат. Тарыхты унутууга, аны өчүрүп салууга эч кимдин акыбыз жок. Биз тескерисинче ал иштердин бардыгын даңазалап, айтып, иш-чараларды өткөрө беришибиз керек. Бардыгыңыздарга бүгүнкү ушул залды ачып берип, балдарга дагы да болсо кенен маалымат берип, балдардын дагы да болсо ата-энелер, ата-бабаларыбыздын эмгегин барктоого, даңктоого шарт түзүп берип жатканыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз дайыма биздин ушул залды жөн гана көркөм зал катары коюп койбостон, муну биз үчүн иш алып баруучу зал болот. Балдарды дайыма патриоттуулукка, мекенди сүйүүгө, анан эки элдин ынтымагын бекемдөөгө максатында иштерди жүргүзө бермекчибиз. Бардыгыңыздарды дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Бардыгыңыздарга келгениңиздерге чоң рахмат. Келесі құттықтау сөз кезегі Бішкек қаласының ескерткіштерді қорғау ұйымының төрайымы ардагер Менсейтова Хайбуба апамызға беріледі. Мынакей биз болсо тарыхта жалаң эле Егоров менен
Егоровдор аны Кантария тиги туун илди деп жүргөнбүз. Анан Казакстанда баатыр бар деп жүрдүк эле. Акырын биз да муну билдик. Оказывается, Рахымжан Кошкорбаев Турбаева. Бу да бир жакшы нерсе, биз үчүн тарых. Андан башка айтайын дегеним, биздин академик Абдылжан Ахматалиев ушу Кемел Токаевдин эмесин тиги, Жомарт Токаевдин тиги акем жөнүндө толгонуудун китебин алып, анан ошону орусча которуп гезит бетине жазган экен. Муну алып мен күндө ушуну окуп ыйлагым келет да. Буну Абдылжан Ахматалиев ушундай орусча которуп жазыптыр. Айтайын дегеним эми мында болсо 1930-жылы ачарчылык болуп, биздин туугандарыбыз Казакстандан агылып келип ачарчылыкта ошондо болгон окуя экен. Ошо 30-жылдагы биздин алгачкы өкмөтүбүз ушу немеге деген закрама деп коет го, ошого эгинди бербей, биз ушу казак туугандарыбызды багышыбыз керек деп, анан кийин Жусуп Абдрахманов эгинди төкпөй койгон үчүн аны да кызматтан алып ушундай кылган да. Ошо эл үчүн ушундай төкпөй койгон да. Мына ошо кездерде келген экен. Кичине айтып койсом уруксат берерсиздер. Ошондо Касым-Жомарт Токаевдин чоң атасы жана агасы Касым, анан Кемал атасы чогуу келген экен. Келишип анан кийин атасы тиги бир өтүктү сатып алган экен. Ошону базарга алып барып тургандан кийин бир Яков деген орустун үйүнө квартирага туруп калат да. Анан ошондо өтүктү сатып келели деп атасы базарда жүрсө, кичинекей эки баланы милициялар кармап кетет. Алып барып анан сени биз тиги зынданга салабыз, силер каякта жүрөсүңөр десе, жок биз жакшы эле үй бүлөнүн балдарыбыз десе болбой, анан алып барып буларды жанагындай детдомго өткөрүп жиберишет. Ал жерден анан берки чоңураага качып чыгат Касым. Үйгө келсе, үйдө чоң атасы, анан чоң атасы жок экен, чоң энеси неме төшөктө жаткан экен да, кыймылдабайт экен. Анан кичинекей кыз бар экен. Ал кичинекей кыз болсо печка жагып аткан экен, печкага кирип кетип, анан кийин ошол жерден өлөт. Ошондо анан байкуш тиги байбиче эме кылат, баягы кыздын үйгө өрттөнүп атканын көрүп алып, анан кийин тиги ал ошону эстеп, анан кийин көрүп туруп анан ада өлүп калат да. Ошентип анан атасы ушундай дуушар болуп, ушундай эмеге окуяга. Андан кийин анан Кемал болсо будагы кайра эме детдомго барып чоңоюп, анан кийин ошону менен ал Алматыга барып окуп, анан журналист болот, атактуу. Касым болсо согушка кетип кайтпай калат. Анан Шабарбаева Турар дегенге үйлөнөт, атасы. Үйлөнүп ал журналист болгон экен ада, анан англис тилин жакшы билген экен. Анан Касым эмени болсо тиги Касым-Жомарт Токаевди болсо англис тилин үйрөтүп, Международный университетте окуп, анан кийин студент болуп жүргөндө тиги Алматыга Брежнев келген экен. Ошол жерге туруп, анан кийин ошолорду көрүп, мен да ушундай келечекте ушундай адам болсом экен деп тилеген экен. Ошол тилегине жетип мынакей президент болду. Келесі сөз кезегі Әл-Фараби атындағы КазМУ журналистика факультетінің доценті, профессор Нурбеков Сакен Жуманұлына беріледі. Здравствуйте, дорогие старшее поколение. Я смотрю, с орденами, медалями сидят здесь, может быть, и как поколение, которые принимали в трудовом фронте, непосредственно были участниками. Это действительно великое событие, победа Великой Отечественной войны, которая действительно, с которой мы гордимся. И вот наше молодое поколение, когда здесь вот на сцене выступает, и прям с гордостью, в глазах прям светится, хочется действительно как-то, человек воодушевляется. И здесь вот надо сказать, что в основном вот корневое слово, общее какое-то начало сказать, это прежде всего правда, правда жизни. Люди действительно стремились к правде, это защита Родины, любовь к Родине, любовь к своим сородичам. И вот этот вот патриотизм, вот эта защита своей Родины как раз таки высветила яркие звезды. И вот одним из них вот как раз являются вот два наших великих героя
И их, конечно, очень много. Здесь нельзя как бы выделять, но тем не менее, просто здесь вот столетие, мы говорим, отмечаем, поэтому как-то приурачивая к этому, мы говорим о том, что вот действительно это великие люди, которые защитили нашу Родину, нашу правду, нашу любовь к этой земле, к отчизне, к друг другу, взаимоотношения между людьми. Поэтому и наша правда была, действительно, она может социалистическая быть, может какой-то еще, но тем не менее правда жителей этого народа, этих местностей, то есть бывшего Советского Союза. И в этом отношении действительно они ковали победу своей душой, своими помыслами, своей отвагой. Рахымжан Кошкарбаев и Григорий Булатов, которые действительно впервые водрузили знамя победы над Рейхстагом, ну а потом по идеологическим соображениям и это все было заменено. И здесь винить кого-то, что-то, это уже история. Другое дело, мы говорим о том, что действительно заслуга есть, и здесь какие-то национальные, какие-то вопросы, это уже прошлое, это не обязательно. И вот, пожалуйста, то есть 360 метров пройти сквозь огонь и буквально как бы не попасть, не умереть, а вот действительно выполнить эту задачу, действительно, герою Рахымжану Кошкарбаеву и Григорию Булатову удалось. И здесь, кроме того, здесь надо сказать, что даже в самом полку отмечали, что он как неотразимый. Я помню, вот в 80-е годы, встречаясь с ними, вот у него здесь вот над бровями белое это, пуля попала, понимаете, да, и он, и главное, он не смертельно не ранил, и его в полку называли неотразимый, не от того, что он красивый или что-нибудь такое, а неотразимый, пуля попала, но не убила, то есть неотразимый. И об этом можно говорить очень долго, но здесь я говорю опять-таки слово «правда». Сейчас это слово «правда» даже дефицитное слово. Так или нет? Говорить правду не все могут. Но в то время ценой своей жизни вот как раз ковали правду именно они. И здесь вот передо Кемель Токаев, это человек непосредственно связан с этой землей. Была коллективизация. Это самые трудные годы. Как вот мы в 90-е годы, когда одна формация сменила другую формацию, это как раз, как у китайцев говорят, когда друг друга хотят немножко как подтрунить или как-то сказать плохое слово, говорят, жить тебе в век перемен. Как раз перемены это очень тяжелое. Заново восстановиться, вот это вот. Как раз этот период, вот как раз мы прошли наши герои. И вот этот вот период коллективизации, период переустройства, когда люди, они живут по своим законам, по человеческим законам, а здесь вот как раз вот они из середняцкой семьи, и вот одни как бы направили в сторону Китая, как бы найти себе пристанище более такое оптимальное, чтобы можно было благополучно жить. А в советское время была установка рабочие, крестьяне, то есть неимущие абсолютно ничего. И вот здесь вот как раз, но они направились именно сюда, в Киргизию. Здесь вот Апаевы полностью рассказали самые тяжелые, то есть трагические моменты, когда с одной стороны они потеряли маму, с одной стороны сестру, с другой стороны попали в детдом, то есть, надо сказать, пережили, молодые еще, маленькие дети, пережили все эти трудности. С одной стороны, я говорю, вот эта вот перемена социальной формации, с другой стороны, человеческие взаимоотношения. И вот как раз сам, вы прекрасно знаете, когда вот человек в какой-то маргинальной ситуации находится, вот здесь вот проверяется его действительно человеческие качества. Қазақ, қырғыз бір туғандығы бұл
акыркы 100 жылда эмес. Бул бир туугандык Манас менен Көкчөдөн бери келе жаткан бир туугандык. Токтогул менен Кенендин бир туугандыгы, Осмон Кул менен Кенендин. Болбосо биздин акындарыбыз, аталарыбыз ошол тегерекке илгерки кылымдардан бир туугандык. Караңыздарчы, тагдыр ушундай экен. Бизди мына агабыз, Рахымжан агабыз Рейхстагга биринчи туудун койсо Кыргыздын Чолпонбай Төлөбердиев деген баатыры төшүн биринчиден болуп тоскон. Бул жөнөкөй эле жерден пайда болгон эмес. Бул себеби эки элдин баатырдыгы, эки элдин өзүнүн эл жери үчүн курман болгондугу. Бул баатырдын баатырлары туулган Кыргыз менен Казактан. Чыңгыз менен Муктардын достугундай достугубуз уланып тургандыгы бул бизди кубандырат. Мана өреки биздин эки аксакалыбыз. Булар жөнөкөй жерден ушул күнгө туш келген эмес. Мына ушул кишилердин адамдыгы, адамгерчилиги эмгеги алып келип эки элди бүгүн жолуктуруда сиздер менен биздерди. Биз урпактарыбыз. Бул жер ыйык жер, ыйык школ. Ыйык ошол атамекендик согушка баатырларды окутуп, чокутуп жөнөткөн жер. Мындай достук балдарга, жаштарды эл жерин сүйүүгө, элине кызмат кылууга, келечекте татыктуу кыздарда болушуна тарбиялайт жана үндөйт. Алматы менен Бишкектин ортосунда илгерки кирип чыга берели. Туугандар, ушуну айталы. Чегара биз үчүн мындай болсун, бирок катташыбыз, Куда сүйөк, дос тамырлыгыбыз өркүндөй берсин. Сиздерге чоң рахмат. Келечегиңиздер тең болсун, элиңиздер кете болсун, эки элдин элинде ынтымактуулукты төгүлө берсин. Жашасын Казакстан менен Кыргызстандын. Барекелді, кошометтериңиз. Осындай керемет атамыздың құрметіне Халқистарының ансамблінің әншісі Арайлым Сағытбайдың орындауында жетісу әнін қалдыңыздар. Рахмет. Қырғыз, қазақ бір туған деген. Шығысында отанның гүлі оранған, көңілі толып көрген жан, мейірі қанған жайнаған жетісу. Кешегіңсіз сары дала бүгін жайнап, өмірімнің жарқырап, шамы жанған жайнаған жетісу. Тамашаға айналған. Алатаудың алқабын алып жатқан, алтын арай бақыттың нұрын шашқан жайнаған жетісу. Жемісі бал жері бай шалғын өскен, жер әсемі жетісу, байлық асқан жаңырған жетісу. Алма бағы жайнаған, бұлбұл құсы сайраған, жер әсемі жетісу, тамашаға айналған. Алма бағы жайнаған, бұлбұл құсы сайраған, жер әсемі жетісу, тамашаға айналған. Бақтығали Айжығытып жинақтаумен шығарған Кемел Тоқаевтың мақалалары мен әңгімелер жинағының тұсаукесу рәсімін өткізетін боламыз. Сөз кезегі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, биология ғылымдарының кандидаты, доценті, халықаралық
Шыңғыс Айтматов академиясының академигі Болдыбай Анарбай Сағи ұлына бер деді. Мына мектепте, мына жерде мынандай вақиғаның өтіп жатуы бұл үлкен бір керемет нәрсе. Яғни ақсақал дұрыс айтты. 1952 жылы Мұхтар Аманханша өзі Манас эпосын, Манас жырын Алы Талқанбаевпен бірге сақтап қалған. Сондықтан мынау Қазақстан мен жазушылар одағының мүшесімін. Мынау өзі мерекеден кейін болғаннан кейін біздің көптеген адамдар келемей қалды. Дорогие дети, действительно, это школа. Вы учитесь в священном месте, в котором вы находитесь. Почему священный? Мы могли бы поставить мемориальную доску себя, уже поставили, для них есть памятники. В этом коридоре ходили, знаете, очень знаменитые люди. Один из них, это я обоих видел. Я с ним общался. И Кемел Тоқаевым, и Рахымжан Қошқарбаевым. Рахымжан Қошқарбаев был директором гостиницы Алматы. А Кемел Тоқаев был редактором ведомства Верховного Совета. Его мать, сестренка похоронена по улице Советской. Сейчас там асфальт, улица, там уже могилы нету. А отца тоже отец здесь умер. Но никто не знает, где он похоронен. А вот очень хорошо сказали про Рахымжана Қошқарбаева. Мы хотели пригласить сюда его родственников, дочку единственную. Оказалось, она болеет. Сейчас, честно говоря, некому даже прийти. Поэтому в этой школе, знаете, вы должны учиться, по-моему, не должны вы вот здесь троечников, двоечников или других, потому что священное место должно быть священным. Действительно, мы сегодня пришли мы. Это для них не нужны, это нужны для нас, чтобы вы выросли хорошими патриотами своей родины. Ушағың оттай ыстық сахарадай, өңірің алып ұшқан шағаладай, алдымнан көкем-ай деп шығатығын, сендерді сағындым ғой, сендерді сағындым ғой ағалар-ай, қажымас қаранарым, кең байтағдан аларым, күнімде бір келеке, аман бол ағаларым, аман жүр ағаларым. Ақылда қайналайын ағаларым, сағынсам іздеп барар паналарым. Әніңді өзіңдегі қарап жүрдеп, қалдырған өздеріңе бабаларым. Қажымас қаранарым, кең байтағдан аларым, күнімде бір келетер, аман жүр ағаларым, аман бол ағаларым. Қажымас қаранарым, кең байтағдан аларым, күнімде бір келетер, аман жүр ағаларым, аман жүр ағаларым. Кемел ағаның аманаты деген кітабымыз. Мен Кемел ағаның аманатын арқылап жүрген адаммын. Бірақ нәрсе айтайын. Кемел аға мен туған кезде
ауылға қонаққа келіп, ол кезде Бақтығали деп менің атымды қойған Кемел ағам. Сондықтан да мен жастайымнан бастап Кемел ағамыздың ақылын тыңдадым, әңгімелерін оқыдым, роман повестерін оқыдым. Сондықтан да Кемел ағамнан естіген, білген, осы бүгінгі айтылып жатқан нәрселердің бәрін осы кітапқа жазып, Кемел ағаның аманаты деген кітапты жаздым. Сіздерге осы балаларға табыстаймын. Ал мынау Кемел ағамыздың айтып өткен жаңа өсиеттері өте көп. 50-ші жылдарда сол қайтыс болған жылға дейін Кемел ағамыз қылмыскерлермен күресті, жемқорлықпен күресті, тілмен күресті, экологиямен күресті. Сондықтан да осы Кемел ағамыздың айтқандарын бәрін түгел мына бағдарлама қылып, орысша айтқанда программа қылып жазып, қазір біздің Қазақстанда, қазақ елінде мектептерде оқытылып жатыр. Сондықтан да Құдай бұйыртса, бауырлас қырғыз елінде де осыны қырғызша тілге аударсақ, балалар оқысын деген ниетпен мен мектепте беріп отырмын. Ал мынау Кемел ағаның шығармалары, әңгімелермен бұл Кемел ағамыз детектив жанрының, түркі әлемінің детектив жанрының дарабозы. Бірақ ол кісі жазушы мен қатар, ол кісі журналист болды. Ол кісінің 600-ге жуық мақалалары бар. Жаңағы жоғарыда мен айтып кеткен мақалаларында, жаңағы бәрін осы мақалаларында жазған. Бұл бүгінгі бірінші кітап, жерге 200-ден аса мақалалар кіріп отыр. Бұл мақалалардың барлығы біздің ұлттық кітапханада сақталған. Ұлттық кітапханада. Сондықтан да осыны мен топтастырып, мына жастар оқысын, білсін деп сіздерге беріп отыр. Бәрекелді, рахмет аға. Кемел ағам адалдықтың айнасы, еңбек етіп елге тиген пайдасы. Отан үшін отқа түскен ер жүрек, Кемел ағам жайлы едім ойлашы. Кемел аға елім деген ер едің, өз елінен аямаған көмегін. Кемел
елінен аямаған көмегін кемел аға биік еді беделің мен де сіздей болашаққа сенемін кемел аға еледім Перед боем тихие, теплые вечера, и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, прах не должен дальше пройти. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Полыхнули взрывы, и небо обрушилось. Солнца не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие, забрала вас, мальчики, война. Отстояли родину годы суровые, нет следов далеких дорог боевых. Нужно, чтобы помнили мы с тобою, помнили имена героев своих. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою. Осы мектепте жаяу әскер училищесінде детектив жанрының атасы, көркем сөздің шебері, түркі әлемінің детектив жанрының дарабозы Кемел Тоқаев оқыды. Ал 1944 жылы ұлы жеңістің туын тіккен Рейхстагқа халық қаһарманы, Совет одағының батыры Рахымжан Қошқарбаев оқыды. Осы екі тұлғаға, осы қос батырға біз бүгін мына мектеп гимназияда бұрыш ашып жатырмыз. Мына қазір көріп тұрған мен осы қос батырға арналған бұрыш. Ал енді мына мінекей қандай ән орындалып жатыр. Бұл осы мектеп гимназияның оқушыларының дайындығы, қос батырға деген, қос аталарына деген. Сондықтан да ұрпақ жалғасы деген осы. Бұл мәңгі батырларды, отан соғысының батырларын, аталарымызды, ағаларымызды мәңгі есте сақтап, келесі жас ұрпаққа тәрбиелік мәні зор осы тәрбие беру мәселесінде екі бауырлас халықтың ортасында.
соғысқа құрмет тұтқан қазағым, Рейхстагқа жалауын қадап келген қазағым, беу қазағым, беу азағым, қазағым ау қазағым, қасиетті қазағым, аз болды ма соғыста көрген сенің қазағым. Қазағым ау қазағым, қайнай берсін қазаның, ат жаптырып той жасап, сарқылмасын қазағым. Бауыржан, Рақымжан, Әлия мен Айшөгім, құлатпаған өмірде намысы мен артуын, беу қазағым, беу азағым. Қазағым ау қазағым, қасиетті қазағым, аз болды ма соғыстай көшкен соң азағым. Қазағым ау қазағым, қайнай берсін қазағым, ат жаптырып той жасап, сатылмасын қазағым. Келмет Тоқаев атамды құрмет тұтқан қазағым, қырғыздайын туғандардан түлеп ұшқан қазағым, беу қазағым, беу азағым. Қазағым ау қазағым, қасиетті қазағым, аз болды ма соғыстай көрген сол азабын. Қазағым ау қазағым, қайнай берсін қазағың, жаптырып той жасап, сарқылмасын қазағым. Қазағым ау қазағым, қайнай берсін қазағың, ат жаптырып той жасап, сарқылмасын қазағым. Қазағым ау қазағым, қайнай берсін қазағың, ат жаптырып той жасап, сарқылмасын қазағым. Қазағым